Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы есептер шығару. Қазақ қонақжай халық. Бүгінгі сабақта екі амалмен орындалатын есепке талдау жүргізіп, оны шығаратын боласың. Балалар, экрандағы суретке назар аударамыз. Балалар Сырымның атасының үйіне қонаққа келді. Мысалдарды бірінші болып орындаған бала төрге шығады. Қонақ келсе құт келер, қонақ ырысын өзімен бірге ала келеді дейді қазағымыз. Қане балалар, мына өрнектерді дұрыс шығару арқылы біз де өз ырысымызбен Сырымның атасының үйіне барайық. 20 мен 2-нің бөліндісі қаншаға тең? Иә, 20 мен 2-нің бөліндісі 10-ға тең. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-ға тең. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең. 2 мен 9-дың көбейтіндісі 18-ге тең екен. Балалар, сендер көбейту және бөлу кестесін жақсы білесіңдер. Сондықтан да төрге бірінші шығу үшін қалған өрнектерді дұрыс шығаруға тырысыңдар. Есеп 2. Жеміс салатын сауытта 3 алма және одан 2 есе артық алмұрт бар. Сауытта неше алмұрт бар? Алдымен есептің шартын құрастырайық. Алманың саны белгілі. Алма 3, ал алмұрт белгісіз. Алмұрт алмаға қарағанда 2 есе артық. Сендер экраннан 3 алманың суретін көріп тұрсыңдар. Ал алмұрт 2 есе артық деп тұр. Демек 3 үшеуден 2 бар деген сөз. Алмұрт үшеуден 2 рет аламыз. Сонда алмұрттың санын санап көреміз. Неше алмұрт көріп тұрсыңдар? Иә, 6 алмұрт көріп тұрмыз. Олай болса, есептің шешуін көбейту амалымен шығарамыз. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең. Жауабы 6 алмұрт бар. Әлия жылыжайдан 12 сары және одан 2 есе кем қызыл қызанақ жинады. Әлия неше қызанақ жинады? Балалар, сендер экраннан 12 сары қызанақты көріп тұрсыңдар. Ал қызыл қызанақ белгісіз. Ол 2 есе кем. Егер 2 есе кем десе, біз бөлу амалын қолданамыз. 12 мен 2-нің бөліндісі 6-ға тең. Демек есептің жауабы 6 қызыл қызанақ жинапты. Есеп 3-ке назар аударамыз. Сендер суреттен 2 тәрелке құртты көріп тұрсыңдар және 6 тәрелке бәлішті көріп тұрсыңдар. Суретке қарап, есептің шартын құрастырып көрейік. Құрт 2 тәрелке, бәліш 6 тәрелке. Ал енді осыған сұрақ қояйық. Құрт бәлішке қарағанда неше есе кем? Яғни, құрт салынған тәрелке, бәліш салынған тәрелкеге қарағанда неше есе кем деп тұр. Олай болса не істейміз? Бөлу амалын қолданамыз. 6 мен 2-нің бөліндісі 3-ке тең. Жауабы құрт 3 есе кем. Яғни, құрт салынған тәрелке, бәліш салынған тәрелкеге қарағанда 3 есе кем екен. Тағы да ары қарай осы суретке қарап, есептің шартын құрастырып көрейік. Құрт 2 тәрелке, бәліш белгісіз 3 есе артық. Барлығы қанша тәрелке құрт пен бәліш бар екен? Бұл есептің шешуін көбейту амалымен шығарамыз. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең.
Демек 6 тәрелке бәліш бар екен. Жауап. Ал енді барлығын табу үшін біз 2-ге 6-ны қосамыз. 2 тәрелке құртқа 6 тәрелке бәлішті қосамыз. 2 мен 6-ның қосындысы 8-ге тең болды. Есептің жауабы 8 тәрелке құрт пен бәліш. Есеп 5-ке назар аударайық. Егер анам қазіргіге қарағанда 2 самса артық пісірген болса, және тағы 10 самса пісірсе, онда 20 самса пісірген болар еді. Анам неше самса пісірді? Балалар, бұл есепті теңдеу құру арқылы шығаруға болады. Егер анам қазіргіге қарағанда дейді, 2 самса артық пісірген болса, яғни оның қазір пісірген самсасын санын білмейміз, оны біз x деп аламыз. 2 самса артық пісірген болса деп тұр, олай болса 2-ні қосамыз. Және тағы 10 самса пісірсе дейді, яғни тағы да 10 самса пісірген, 10-ды қосамыз. Онда 20 самса пісірген болар еді. Демек ол барлығы 20 самса пісірген. Анам неше самса пісірді деп тұр. Балалар, сендер экраннан күрделі теңдеуді көріп тұрсыңдар. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдыру үшін бірінші белгілі сандарды қосып аламыз. Яғни 2-ге 10-ды қосамыз. X қосу 12 тең 20 болады. Біз күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырдық. Ал енді x-ті табамыз. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Яғни 20 мен 12-ның айырмасы 8-ге тең. Демек, x-тің орнында 8 саны бар. 8-ге 2-ні қосамыз, және оған 10-ды қосқанда 20 болады. 20 тең 20. Демек, анам 20 самса пісірген. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.